Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін ақпанның 30-ы, яғни осы күнге орай бізде ЮНЕСКО бойынша 30 ақпан жаз күні болып саналады. Жаз негізінен ерекше өзіміздің Африка жақтан келіп отырған өнер, музыканың ерекше бір өнер түрі болып саналады. Яғни бұл негізінен біздің менталитетке жат деп айтуға да келмейді, өйткені біздің Қазақстанда да көптеген музыканттар да бұған үлесін қосып жатыр. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты сіздерге осы музыканың осы бір түрін сіздерге насихаттау және де рухани жағынан бір білім алуларыңызды мақсат қылып отырмыз. Жақсы, негізгі жаз дегеніміз жаз өнері негізінен 19 ғасырдың соңында ақш-та оңтүстігінде әзіргі жаңа Азияда, Африка, Америкада арасында пайда болған музыканың бір жанры болып табылады. Бұл африкалық ритмдер, блюз және еуропалық музыкалық дәстүрдің тоғысып қалыптасқан бір түрі болып саналады. Яғни жаз импровизацияға негізделген еркін ырғақ және ерекше гармониялық құрылыммен ерекшеленетін жанр болып саналады. Негізгі жанрдың ерекшеліктерін айтып өтетін болсақ, бағана айтып өткендей импровизация, яғни музыкалық алдын ала жазылған, яғни партитуарсыз орындау кезінде өз ойыннан музыка құрайды. Яғни соның екіншісі бір түрі синкопация, яғни екпіннің күтіммен жерден ауысуы дейді. Және де үшінші түрі свинг, яғни ырғақты серпінді тербелмелі түрде орындалады. Өздеріңіз байқайтындай, кейбір бала кезімізде өзіміз мультфильм көріп өстік қоя, мысалы Диснейдің мысалы қалай десем болады, Құрбақа мен Ханшайым атты мультфильм көріп қоя, ол жерде меніңше бұл мультфильмде көбінде 60%, 70% жаздың өзінің музыканың бір бөлімдері ойнатылады. Бұл неден білдіреді? Африка, болмаса Америка жақта көбінде сол жердегі тұрғындардың сол бір жанрға деген махаббатын білдіреді. Негізгі бұл жанрдың неше түрлі түрлері бар. Яғни бибоп, кул джаз, фри джаз, фьюджи сияқты түрлері бар. Енді бұл жаздың негізгі үлес қосып өткен қаншама өзіміздің музыканттарымыз бар. Енді бірі білсе, бірі білмес. Оның біреуі Луи Армстронг фотода көрсетілгендей, бұл кісінің ең бір ерекше бір музыкасының бір түрі Beat of the Swing. Енді басқа бір жерде How the Life is Wonderful, яғни әлем не деген тамаша деген сияқты осындай ерекше бір музыканың үлесі қосып елге осындай жақсы бір әсер қалдыратындай бір музыканы ұсынып кеткен болатын. Екінші біреу Дюк Эллингтон, яғни композитор, пианист, оркестр жетекшісі Чарли Паркер. Бұл саксофонда ойнайтын бибоп жанрының өкілі болып саналады. Енді мәдени маңызы туралы қысқаша айтып өтетін болсам, тек музыка емес, ол еркіндік, өзін-өзі білдіру, шығармашылықтың символы болып табылады. Яғни мен бағана айтып өткендей, әлемнің көптеген елдерінде жаз фестивалі өтеді негізінен. Біздерде особо бір ерекшелік атап өтілмесе де, осындай бір ашық сабақтар ретінде көрсетілуі мүмкін. Яғни бұл 30 сәуір бүкіл әлемдік жаз күні болып саналады. Енді сіздерге бір сұрақ, жаз өздеріңіз тыңдап көргенсіздер ме жалпы? Қандай әсер аласыздар егер естіген кезде, тыңдаған кезде? Африканың бір есіне түсіп кеткендей боласыз. Иә, сол бір әлемге бір түсіп кеткен сияқты боласыздар. Қай жылдан? Енді қараңызды енді құтыдан шығып, сол неге айтқаныңыз рас, негізінен бұл өнердің көбінде қарын нәсілде рөл тапқан болатын. Енді сіздерге айтып өтетін болсам, қандай музыкалық аспап түрлері дейміз? Тромбон, саксофон, барабан, гитар, рояль, скрипка және труба, яғни үрмелі, ұрмалы және үрмелі аспап және ұрмалы аспаптарды қолданылды. Солардың бірі арқылы шыққан. Енді сіздерге бір шығармашылық сұрақ айтып өтсем, бір жаз туралы мен айтқанды айтып өткен қысқаша ақпараттан білгендеріңіздің 5 сөйлемінде болсын айтып жіберсеңіздер. 5-6 сөйлем бар. Жалпы жаз музыкасы бағана айтып өткендей қысқаша ақпарат бойынша не білдіңіздер? 4-5 сөйлем бойынша қысқаша айтып өте аласыздар. Жаз бұл үрмелі, сапалы және үрі арқылы үрмелі аспаптардың бірігу арқылы шыққан
немесе мысалы қара нәсілдердің